Құрметті сабаққа қатысушы жан, сіздермен әдеттегідей алаяқ.нет жобасы және мен Ұлан Дәулетқали баспанаға бағыт беріп жүрген спикер. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ақшаны қайда жинаған дұрыс. Бұл жақта енді тек қана баспана алу мақсатында емес, сонымен қатар басқа бір қажеттіліктерімізді толықтыру мақсатында ақшаны қай жаққа жинаған дұрыс, қай жаққа жинаған тиімді және қай жағдайда ақшаны мүлде жинамай қойған дұрыс екендігін қазір толығымен айтып беремін. Жалпы сабақ бастамастан бұрын бұл тек қана менің жеке тәжірибем, яғни соңғы 4 жыл ішіндегі барлық біліммен қазір бөлісетін боламын. Ары қарай оны қолдану немесе қолданбау сіздің таңдауыңыз. Жалпы ақшаны жинау барысында біз өзіміздің нақты мақсатымызды айқындап алуымыз қажет. Егер сіздің ақша жинау барысындағы ең басты мақсатыңыз ол баспана алу болса, яғни біріншіде қойық, баспана алу үшін ақшаны отбасы банкке жинаған дұрысырақ. Толығымен түсіндіре кетейік. Жалпы отбасы банктің механизмі бойынша, енді ол да екінші деңгейлі банк болу себепті, отбасы банктегі депозитке банк сізге жылдық 2% үстемақы беріп отырады. Яғни банктың өзі сізге 2% жылдық үстемақы беріп отырады. Былай қарайтын болсақ, екінші деңгейлі басқа банктер, ол Халық банкі болсын, Каспий банкі болсын, маңызды емес, олардың жылдық үстемақысы шамамен 12%-дан артық болуы мүмкін. Не себепті отбасы банк тиімдірек, қазір түсіндіремін. Отбасы банкке ақша жинаған кезімізде біз көбінесе мына 2% жылдық үстемақыға қатты мән бермейміз. Отбасы банктегі ақша жинаудың ең басты оң тұсы ол сізге мемлекеттің беретін 20% премиясы. Премия. Яғни осы премияны алу үшін нақты баспаналы болу жоспарда болса, отбасы банкке ақша жинаған дұрыс. Айта кетейік, мына максималды премия отбасы банкіне жыл сайын сіз өзіңіздің депозитіңізге 200 АЕК ақша жинайтын болсаңыз, 200 АЕК, енді бұл айлық есептік көрсеткіш қазір таңда шамамен 690 мың теңгені құрайды. Бұл енді 2024 жылы АЕК өскен кезде максималды премияның сомасы өзгереді. Бұған дейін АЕК төмен болған кезде максималды премияның нормасы да төменірек болды. Сіз отбасы банкіне жылына 690 мың теңге жинасаңыз, сізге келесі жылы премия ретінде үкімет, яғни мемлекет, сізге премия ретінде осы 690 мыңнан 20%, яғни 138 мың теңгені депозитіңіз үстіне қосып беретін болады. Енді қараңыздар, мысал үшін сіз отбасы банкіне барып, желтоқсанның 30-на дейін 690 мың жинаған болсаңыз, сіз 138 мың теңге табасыз. Яғни сіздің 690 мың теңге ақшаңыз, енді калькулятормен нақты есептеп көрсететін болсақ, 690 мың ақшаға 138 мың госпремияны қосатын болсақ, бізде 828 мың теңге ақша пайда болды. Осы 828 мың теңгені алу үшін отбасы банкке ақша жинаған дұрыс. Бірақ сіз 2023 жылы, яғни дәл қазір отбасы банкіне барып, мысал үшін 4 миллион теңге салатын болсаңыз, сізге отбасы банк 2024 жылдың наурызында осы 4 миллионның 20%-ын қоспайды. Яғни сізге 4 миллионның 20%-ын қоспайды. Себебі бұл жақта госпремия максималды 200 АЕК-ке ғана жүреді. Яғни сіз 4 миллион салсаңыз, сізге мемлекеттік премия ретінде 138 мың теңге ғана түседі. Басқа банкке салатын болсақ, 4 миллионымызға одан да көп ақы қаражат түседі ғой. Ұлан, онда не себепті отбасы банк тиімді, не үшін ол жаққа жинау керек дейтін заңды сұрақ шығады. Бұл жақта отбасы банкіне сіз енді айына, бір жылда 4 миллион теңге жинай алатын болсаңыз, сізге көмекке келетін ол отбасылық пакет дейтін ұғым. Яғни отбасылық пакет. Отбасы деп енді атауында тұрғандай, сіз міндетті түрде бір отбасы мүшелері болуыңыз тиісті. Енді сіздің іс-әрекеттеріңіз қандай болады? Сіз жылына 4 миллион теңге жинай алсаңыз, сіз аласыз да отбасылық пакетпен бөліп сайсыз. Яғни бірінші депозитке 690 мың саласыз.
Екінші депозитке 690 мың саласыз. Үшінші депозитке 690 мың саласыз. Сөйтіп, осылай жалғастыра бересіз. Яғни сіз үшін әрбір 690 мың теңге ол жаңадан бір депозит. 690 мың сіз 5 депозит ашатын болсаңыз, сіз 3 миллион 450 мың теңгеңізді бөліп тастасаңыз болады. Яғни депозит 3-ке 690 мың, төртінші депозитке 690 мың саласыз. Және 5-ші депозитке де 690 мың теңге салатын боласыз. Қалған 550 мың теңгеңізді аласыз да сіз жаратпайсыз, оны аласыз да 6-шы пакетке қосып тастайсыз. Яғни 6-шы адамға депозит ашасыз да, ол жаққа да 690 мың теңге салатын боласыз. Енді қараңыз, нәтижесінде не пайда болады? Біз неден ұтамыз? Біз мына бірінші депозитіміздің максималды премия нормасын орындау себепті бізге үкімет 138 мың теңге госпремия береді. Екінші депозитке де 138 мың береді. Үшінші депозитке де 138 мың береді. Төртінші депозитке де 138 мың береді. Бесінші депозитке де 138 мың береді. Енді қараңыздар, 6-шы депозитке біз максималды 690 мың теңге жинаған жоқпыз. Так, кешірім сұрайын, бұл жақта 690 емес, бұл жақта бізде 550 мың теңге қалды, иә? 550 мың теңге салатын болсаңыз, сізге үкімет 138 мың емес, сол жатқан 550 мың теңгенің 20%-ын береді. Яғни 550 мың теңгені аламыз да, осының 20%-ын есептейтін болсақ, бізге банк, яғни үкімет, банктегі депозитімізға 110 мың теңге премия қосатын болады. Яғни бұл жаққа 110 мың теңге госпремия түседі. Нәтижесінде мына госпремиялардың барлығын қосатын болсақ, біз 4 миллион теңге ақшамызды шын мәнінде 2024 жылдың наурызында 4 миллион 800 мың қып істей аламыз. Яғни шын мәнінде банк бізге 20%-ын қосып берді. Енді қараңыздар, бір түсіндіре кететін жайт. Сіз отбасы банкіне өзіңіздің атыңыздан 2 депозит, 3 депозит, мына мысалда тұрған секілді 6 депозит ашсаңыз да болады. Бірақ банктың жүйесі бойынша сіз 6 депозит ашсаңыз да, 8 депозит ашсаңыз да, сізге түсетін госпремия біреу ғана. Яғни ұланның 5 депозиті бар деп, ұланға әр депозитіне госпремия салмайды үкімет. Үкімет алады да Ұлан Дәулетқали дейтін бір ғана тұлға, яғни ол кісіге біз бір госпремия береміз деп, қалғанын алады да саған бір депозитке ғана премия түсіреді, қалған депозиттерге премия түспейді. Бірақ басқа депозиттерге банктен беретін 2% жылдық үстемақысы жүре береді, ол өзгеріссіз. Сол себепті отбасылық пакет ретінде сіз өзіңіздің әйеліңізді, мама-папаңызды, отбасылы болсаңыз, жолдасыңыз немесе жарыңыздың әке-шешесін, балаларыңызды барлығын алып, осылай тиімді жинауға болады. Отбасы банктен депозит ашу барысында, депозит ашушының жасы 0, яғни жаңа туған балаға да депозит ашу мүмкіндігі бар. Ол үшін жаңа туған баланың налоговый базада ЖСН, яғни иіні тіркелу болса жеткілікті. Ол үшін тіпті отбасы банкке барудың қажеті жоқ. Сіз видеозвонок арқылы хабарластыңыз отбасы банктың кол орталығымен, сол жақтан сізге алады да депозит ашып береді. Сөйтіп, сіз үкіметтен максималды премия алу үшін отбасылық пакет арқылы тиімді жинауға мүмкіндігіңіз бар. Енді қараңыздар, құрметті сабаққа қатысушы жан. Осының барлығынан шығатын ең қарапайым логикалық шешім, яғни отбасы банкіне қанша ақша жинаған тиімдірек. Егер сіз отбасы банкіне ақша жинау, яғни нақты мақсатыңыз баспаналы болу, бұл жерде енді тек қана 50% емес, тиімді жылдық үстемақымен баспаналы болғыңыз келсе, сіз осы отбасылық пакет ретінде қолданып жинағаныңыз дұрыс. Бұл жерде есеп бойынша бір депозитке айына қанша салып отыру қажет, оны да өзіңіз есептей аласыз. Дәл қазір бірге есептейік. Қолдарыңызға калькуляторларыңызды алыңыз. Біз максималды госпремия алу үшін 690 мың теңге жинауымыз тиісті. Осы 690 мыңды 12 айға бөлетін болсақ, біз айына 57.500 жинап отырсақ жеткілікті. Яғни, менің ұсынатыным
бір депозитке айына 57.500 теңге салып отыру жеткілікті. Бірақ сабаққа қатысып отырып, ойбай ұлан айтты, отбасы банктің депозитіне 57.500 теңге ғана салу қажет деп жинамай қою ол қате. Себебі біз алдағы сабақтарда түсіндіреміз, опының өсуі үшін жалпы отбасы банктегі бүкіл механизм опыға тікелей байланысты болу себепті біз опымызды өсіру үшін көбірек ақша салуымыз қажет. Енді бұны қалай тиімді қолданамыз? Егер сіз айына 57.500 теңге ғана салу жоспарда болса, сіз онда бір депозит ашасыз. Егер сіз айына 57.500-ден 2 рет жинай алсаңыз, яғни 115.000 теңге жинау жоспарда болса, сіз онда 2 депозитке жинайсыз. 2 депозит 115.000 теңге. Яғни сіз үшін жаңадан есеп қисаптың түрі. Қолыңызда 57.500 бар ма, оны бір депозитке ғана салған тиімді. Қолыңызда 57.500-ден екеу, яғни 115.000 теңге бар ма, онда 2 депозитке салу тиісті. Осылай кете береді. Қолыңызда там 230.000 теңге болса, 4 депозитін секілді. Енді қараңыздар, 57.500-ді бұл сабаққа қатысқаннан кейін ұлан айтты, отбасылық пакетті қолдану арқылы тиімді ақша жинай алам деп, оны бөлшектеп, 10-ға бөлуден ешқандай сізге пайда жоқ. Яғни 57.500-ден аз қаражат болатын болса, оны бір депозит қана салыңыз, болды. Басыңызды қатырып, отбасылық пакет ретінде 2 депозит ашу, 3 депозит ашудың қажеттілігі жоқ мүлде. Ал егер сіз 100.000 теңге салсаңыз, қараңыз, сіз аласыз 57.500-ді бір депозитке толтырасыз, қалған 42.500-іңізді екінші депозитке саласыз. Яғни сіздерге бұл дайын тұрған шпаргалка. Бірақ естеріңізде болсын, отбасы банкіне 57.000 теңгенің ғана жинап, түбінде 50-50 баспана алу өте қиын. Сондықтан есеп қисапқа дұрыс болыңыздар, есеп қисапты дұрыс біліңіздер. Отбасы банкке ақша жинаудың артық тұсы ол үкіметтің беретін госпремиясын тиімді алу. Енді отбасы банкке ақша жинаудың кем тұсы қандай, түсіндіре кетейін. Егер сізге белгілі бір себептерге байланысты отбасы банкіндегі депозитіңіздегі ақша қажет болып қалса, сіздің депозитіңізге 3 жыл толмаса, яғни 3 жылға дейін ақша шешетін болсаңыз, 3 жылға дейін. Онда мына 3 жылға дейінгі сіздің бүкіл жинаған госпремияңыз, банктің берген 2% жылдық үстемақысы, оның барлығын банк қалады да ұстап қалады. Сізге тек қана өзіңіздің салған ақшаңызды ғана береді. Сол себепті бағана сабақтың басында айтқандай, нақты мақсат баспаналы болу. Енді баспаналы болу үшін мен өткен сабақта айтқан болатын, біз кем дегенде 6 ай бұрын дайындала бастауымыз қажет. Отбасы банктегі депозитіңізге 3 жыл толмаса, онда міндетті түрде ақшаңызды оған дейін жаратып қою жоспарыңызда болса, отбасы банкке жинамай қойыңыздар. Бұл жақтан сіз тек қана ұтыласыз. Екінші айта кетерлік жайт. Отбасы банкінде мамамыздың депозитінде 3 жыл уақыт болған, балаларымыздың депозитін биыл аштық, барлығында ешқандай 3 жыл уақыт толмаған. Біз алдықта отбасылық пакетпен максималды премияны алдық, банкты алдап кетеміз дейтін мақсатта сол госпремияның барлығын жинап келіп мамамыздың депозитіне қоса салған кезде, енді логикалық тұрғыдан барлық депозитінің мерзімі 3 жыл бола салуы тиісті. Бірақ банкте бұл жақта ұтылмайды. Мен алдыңғы сабақта да айтқам, қазір айтудан жалықпаймын. Банк ешқашан ұтылмайды. Ол міндетті түрде түбінде өзінің қажетін алады. Сол себепті сіз енді бір депозитіңізге 3 жыл толған, қалған 6 депозитке 3 жыл толмай, сіз 7 депозитке госпремиялық барлығын мына мамаңыздың депозитіне қосатын болсаңыз, келесі жылы ақшаны шешетін болсаңыз, мамаңыздың депозитіне 3 жыл толу себепті сол мамаларыңыздың депозитіндегі госпремия, банктің беретін 2% жылдық үстемақы барлығын қосып береді, ал жаңадан 3 жыл толмаған депозиттердің госпремиясын барлығын банк өзіне ұстап қалады. Соны да біле жүріңіздер. Яғни бір депозитке 3 жыл толса болды, ақшаны оңай шешіп алу дейтін нәрсе жоқ. Бірақ қараңыздар, бұл жақта енді айта кетерлік жайт. Сіз енді дәл қазір сабақты көріп отырып, менің айтқан ақылыма сай, дәл қазір қолыңыздағы ақшаны отбасы банкке семейный пакетпен бөліп салып тастап, 6 айдан кейін госпремия түскеннен кейін ипотека рәсімдейтін болсаңыз, сіз ақшаңызды шешпейсіз. Сіз ақшаңызды отбасылық пакет, яғни банктың ішінде
бір-біріне депозиттерді қосатын боласыз. Депозиттерді бір-біріне қосу барысында үкіметтің берген премиясы, отбасы банк беретін жылдық 2% жылдық үстемақысы, опысы ешқайсысы жойылмайды, барлығы барып жиналып қосылады да, сіз оңай барлығын бір депозитке жинап, баспаналы болуыңызға мүмкіндігіңіз бар. Сондықтан қайталап айтамын, нақты мақсат баспаналы болу болса, отбасы банкке ақша жинаған тиімдірек. Отбасы банкке ақша жинаудың тағы да бір қандай оң тұсы бар. Ол енді маған ұнайтын жайт, отбасы банкте біз ақша қажеттілік туындаса, біз барып өзіміз отбасы банкіне бар депозитімізді жабуға өтініш жазатын болсақ, бізге отбасы банк айтады: "Ай, әкем-ау, ұлан, давай сен ойланып кел. Сағанда 2 күн уақыт береміз, ойлан, 3 күн уақыт береміз, ойлан. Енді дәл қазір ақшадан қысылып тұрып, 2 күннен кейін қой, мен енді оны 2 жыл жинадым ғой, осы күнге дейін опым өсіп бара жатыр, тағы да 1 жылдан кейін жинайтын болсам баспаналы болам ғой" дейтін өз-өзіңізді тоқтатуыңыз мүмкін. Сол себепті отбасы банктың тағы да бір ұнайтын жері, барып дәл қазір ақша ала салу мүмкін емес. Яғни сізге ойлануға уақыт береді. Сол да бір артық тұсы. Сондықтан отбасы банкке ақша жинауда баспаналы болу мақсат болса, әдетке айналдырған дұрыс. Отбасы банкке ақша жинау барысында сіз ертең отбасылық пакетті қосу үшін белгілі бір қиындықтарға жолығасыз. Бірақ мен оны айтамын, құрметті сабаққа қатысушы жан. Отбасылық пакетті қосқаннан кейін баспаналы болатын тек қана сіз. Сіздің көршіңіз серік қанат үй алмайды. Ұлан үй алмайды, тек қана өзіңіз үй аласыз. Сол себепті ол менің айтарым қиындық емес, ол тек қана артық жасалатын 1-2 қадам. Мысал үшін, егер сіздің балаңыздың жасы 14-ке толмайтын болса, сіз міндетті түрде ол депозитті сіздің өзіңіздің қалаңыздағы орган опекидан барып тиісті құжатты алу арқылы ғана қосуға мүмкіндігіңіз бар. Соны да ескере жүріңіздер. Екінші момент, енді бұл толық емес отбасыларға арналады. Егерде бір белгілі бір себептерге байланысты, өмірлік жағдайларға байланысты жолдасыңызбен ажырасып кетсеңіз, балаңыздың депозиті бар болса, ертең сол балаңыздың депозитін сізге қосу үшін сіздің заңды түрде ажырасқан, яғни баланың әкесі кім, сол кісінің міндетті түрде рұқсаты қажет болады. Яғни сіз егерде жолдасыңызбен араларыңызда қарым-қатынастарыңыз сондай қатты енді түзу болмаса, онда балаңызға депозит ашуға кеңес бермеймін. Себебі ол кісі жоқ, мен баланың депозитін қосуға рұқсатымды бермеймін десе, сіз онда өкінішке қарай никак қоса алмайсыз. Сонда ескеріңіз. Үшінші жағдай, отбасылық пакетті қосу барысында міндетті түрде барлық отбасылық пакетте қатысып отырған жандардың туыстығын дәлелдейтін құжаттарды талап етеді. Яғни, егер сіздің бір әкеден бір анадан туған ағайындылар екенін көрсеткіңіз келсе, сіздердің туыстығыңызды дәлелдейтін қандай құжат? Әрине, туу туралы куәлік. Осы ретте ескерте кететін жайт. Туу туралы куәлікте, мысалы үшін менің енді тегім Дәулет Қали ғой, менің ағамның фамилиясында орыс әріптер, яғни кириллица әріптерімен Дәулет Қали деп тұрса, онда екеуміздің депозитімізді қоспауы мүмкін. Мысалы үшін менің әкемнің атында Дәулет, ал ағамның туу туралы куәлігінде әкесінің атында Дәулет деп тұрса, оларды қоспауы мүмкін. Сондықтан соған да мән беріңіздер. Енді ол түзелетін жағдай, бірақ сонда да енді тіпті үй алып, үйге барып бастапқы жарна ретінде қаражатыңыз жиналды, сатушыға алдын ала төлем 200 теңге беріп қойып, бір аптада үй алам дейтін кезде осындай бір проблемалар шығып қалу мүмкін. Оны енді жөндеуге болады, сіз ЗАГСке барасыз да, әріпті қайтадан өзгертесіз, сосын депозиттерді қосуға мүмкіндік бар. Одан қорқудың қажеті жоқ. Бұл енді нақты біздің мақсатымыз баспаналы болу болса, отбасы банк тиімді. Екінші жағдай, егер біздің мақсатымыз баспаналы емес, біздің мақсатымыз жазда той жасау, немесе бір өзімізге көлік алу, тұрмыстық техника алу, яғни өзіміздің қажеттілігімізді қанағаттандыру мақсатында ақшалай қаражат қажет болса, онда сіз ақшаны екінші деңгейлі отбасы банктен басқа банктерге жинаған дұрыс. Ақшаны банк депозиті деп қоямын. Бірінші сабақта айтқандай, біз отбасы банк деп қарастырамыз. Екінші деңгейлі басқа банктердің барлығын банктер деп қарастыра беретін боламыз. Бұл ретте екінші деңгейлі банктердің қандай артықшылығы бар? Сіз енді нақты мақсатыңыз, қайталап айтамын,
үйге жаңа теледидар алу, көлік алу, жазда той жасау дейтін мақсат болса, онда ақшаңызды екінші деңгейлі басқа банктердің депозитіне жинай берген дұрысырақ. Себебі бұл жақта сізге банктердің депозиті жылдық үстемақысы шамамен 12%-бен депозитіңізге жыл сайын ақша қосып беріп отырады. Енді бұл ақшаңыз бір жыл жатуы міндетті емес. Бір ай жататын болса, сол бір айға есептейді. 2 ай жататын болса, 2 айға есептейді, осылай есептей береді. Яғни сіз ақшаны қысқа мерзімде қолдану жоспарда бар болса, онда басқа екінші деңгейлі банктердің біреуіне ақшаңыз сала беріңіз. Бұл ретте неге мән беру қажет? Екінші деңгейлі банктердің көпшілігінде ақша жинау барысында көбіміз қорқамыз, иә? Банк банкрот болып қалса не істеймін? Мен қолымда қазір 10 миллион тұр. Оны мен қалай сеніп басқа банкке сала салам? Ертең ана банк банкрот болып қалса, маған ақшаны кім қайтарады дейтін күмән, күдік туындайды. Қорқыныш бар көпшілігімізде. Құрметті сабаққа қатысушы жан, KDIV дейтін сайтты жазып алыңыздар. kdiv.kz. Осы сайтқа кіретін болсаңыздар, еліміздегі бірінші деңгейлі банк, яғни Қазақстан Республикасының ұлттық банкі лицензия, яғни кепілдік беретін банктердің тізімі бар. Осы KDIV сайтына кіріп, өзіңіз кепілдігі бар банктердің кез келгеніне 10 миллион теңгеге дейін қаражат салатын болсаңыз бір депозитке, ертең ол банк жабылып қалатын болса, банк банкрот болып қалатын болса да, сізге ұлттық банк мына ақшаңызды қайтаруға кепілдік береді. Яғни KDIV дейтін ол кепілдік қоры. Ұлттық банк міндетті түрде өзінің кепілдігін беріп отырған қор. Сондықтан KDIV сайтына кіріп, сол сайттағы серіктестер ішінде сіз ақшаңызды салғыңыз келетін банк жазылу тұрса, онда 10 миллион теңгеге дейінгі қаражатты қорықпай сала берсеңіз болады. Оны ертең банк жабылып қалса, міндетті түрде ұлттық банк қайтарады. Енді бұл жерде ескерте кететін жайт, иә? Ұлттық банк сізге ойбай, банк банкрот болып қалды, ертең қайтарып берем дейтін нақты бір уақыт жоқ. Ол бір ай болуы мүмкін, ол 2 ай болуы мүмкін, бірақ бәрібірде сіздің ақшаңыз ешқайда кетіп қалмайды, оны міндетті түрде қайтарады. Сондықтан ақшаңыз сізге жұмыс істеуі тиісті. Ақшаңыз бар ма, ол ақшаңыз үйде, сандықтың астында, білмеймін, бір төсектің астында, бір қараңғы жерде жинап жатқаннан ешқандай пайда жоқ. Ақшаңыз сізге жұмыс істеуі тиісті. Ақшаңыз сізге жұмыс істеу үшін сіз алып оны депозитке салып қоюыңыз қажет. Мысалы үшін 10 миллион теңгеңізді алып сіз екінші деңгейлі банктердің біреуін депозитіне салып қойсаңыз, сізге айына шамамен 100-110 мың теңге ақша түсіп отырады. Ол яғни сіздің ақшаңыздың жұмыс істеп жатқандығын түсіндіреді, иә? Теңге тиыннан құралады. Сондықтан осыны біле жүріңіздер. KDIV сайтында серіктестердің ішінде сіздің ақша салғыңыз келетін банк тізімінде бар болса, онда ол банктегі барып депозит ашып ақша салып қойсаңыз болады. Бұл ретте тағы да бір ескерте кететін жағдай, депозиттердің жылдық үстемақысы 12%-дан басталады делінгенмен, кейбір банктер 16%-да беруі мүмкін. Ол енді сіздің депозитіңіздің шартына байланысты. Кейбір депозиттер ақшаны ай сайын толықтыруға болады, ақшаны ай сайын оңай алуға болатын банктер болса, көбінесе олар 12% беруі мүмкін. Кейбір банктерде ақшаңызды салып қойып, тек қана бір жылдан кейін ғана ала аласыз, 6 айдан кейін ғана ала аласыз дейтін шарт болса, ол депозиттердің әрине жылдық үстемақысы жоғарырақ болады. Сондықтан соған да мән беріңіздер. Бұл ақшаны өзіңіздің бір қажеттіліктеріңізге жинайтын болсаңыздар. Үшіншісі, болашақ деп қойын. Яғни бұл жақта балаңыздың болашағы үшін. Егер ақшаңызды балаңыздың болашағы үшін, яғни бұл жақта болашақ дейтін, ол нақты ертең өскен соң тойын жасаймын, ертең өскен соң үй алып берем емес. Бұл жақта балам шетелге оқуға түссе, яғни дүние жүзіндегі бір алдағы университеттердің бірінде білім алса дейтін жоспарыңыз бар болса, онда болашақ үшін балаңызға ақшаны шетел валютасында жинаған дұрысырақ. Шетел валютасы. Енді ол доллар ма, евро ма, оны өзіңіз шешесіз. Бірақ ескерте кететін жайт. Елімізде шетел валютасындағы банктер депозиттеріне жылдық 1% ғана премия беріп отырады. Сондықтан өзіңіз шешесіз. Нақты мақсатыңыз, балам қазір 12 жаста, 6 жыл бойы мен ол бала ертең шетелге оқуға түсіп қалуы мүмкін дейтін жорамалыңыз бар болса, мақсаттарыңыз болса, онда шетел валютасына жинаған да дұрысырақ. Енді бірақ ол жақта өсім қатты емес. Бұл жақта сіздің ұтатын тұсыңыз ол шетел валютасының жыл сайын теңгеге шаққан кездегі
өсімі. Мысалы үшін, осыдан шамамен 2018 жылы доллардың бағамы қазіргі таңдағы теңгеге шаққан кездегі бағамнан әлдеқайда төмен болды. Дәл қазір доллардың бағамы шамамен 460-470 теңгенің аралығында, иә. Сондықтан осыдан кейін тағы да алдағы уақытта ол өсуі мүмкін, ол азаюы мүмкін, оны ешкім жорамалдай алмайды. Бірақ мен енді соңғы 4 жылдағы тәжірибеме сүйене айтатын болсақ, шетел валютасында ақша жинағанында дұрыс жағы бар. Енді құрметті сабаққа қатысушы жан, қазір көптеген жерлерде неше түрлі биржа, криптовалюта дейтін неше түрлі ұғымдар шығып жатыр, иә. Оның барлығы менің жеке пікірім уақытша болуы мүмкін. Сондықтан осы үш нақты мен айтқан тәсілді қолдансаңыздар болады. Нақты баспана алғыңыз келсе отбасы банк, ақша жинау жалпы қажеттілік товар, зат, той алу болса ол екінші деңгейлі басқа банктер, болашақ үшін жинағыңыз келсе ол шетел валютасы. Енді бұл жақта баспанаға қатысты тағы да бір қоса кететін ақпарат. Ақша жинау барысында мен ақшаны баламның болашақта пәтер алуын қалайтын болсаңыз, онда сіз ақшаңызды отбасы банкке жинаған дұрысырақ. Бірақ отбасы банкке барып қазір балама болашақта үй алу үшін ақша жинағым келеді десеңіз, сізге алады Арнау дейтін депозит ашып тастайды. Мұна Арнау депозитіне ақша жинамауға кеңес беремін. Себебі бұл депозиттің кем тұсы өте көп. Бірінші кем тұсы. Сіз отбасы банктегі Арнау депозитін болашақта енді алдағы 2 жылда немесе 3 жылда үй алу жоспарда болып қалса, отбасылық пакет ретінде өзіңізге қоса алмайсыз. Екінші кем тұсы, Арнау депозитінде сіз ақшаңызды қолдану үшін, яғни балаңыз баспаналы болуына қолдануыңыз үшін, Арнау депозиті кем дегенде 10 жыл жиналуы тиісті. Енді 10 жылдан кейін не болатынын ешкім білмейді, сондықтан Арнаудан қарағанда мен сіздерге баспана дейтін тариф бойынша ақша жинауды кеңес беремін. Бұл екі тарифтің барлығы ұқсас, яғни банктің беретін жылдық 2% жылдық үстемақысы, үкіметтің беретін 20% премиясы барлығы екеуіне де түседі. Бірақ баспана тарифінің артық тұсы, сіз оны кез келген уақытта отбасылық пакет ретінде өзіңізге қосып баспаналы болуға мүмкіндігіңіз бар. Соны да біле жүріңіздер. Және ең соңғы 5-ші тұсы, мен енді оны көбінесе өзімнің мастер-класстарында айтып жүремін. Қай уақытта ақша жинамай қойған дұрыс? Ақша жинама деп қоям. Қараңыздар. Егер сіз айына белгілі бір себептерге байланысты, енді біз білмейміз ғой, кімнің қандай жағдайы бар, кімнің қандай мүмкіндіктері бар. Егер сіз айына ақша жинау барысында 10 мың, 20 мың теңге жинау жоспарлап отырсаңыз, онда менің кеңес беретінім ақшаны жинамай қойған дұрыс. Енді ойбай, ұлан бұл не айтып кетті? Сабақтың тақырыбы ақшаны қайда жинаған дұрыс дедіңде, мана жерге келіп ақшаны жинамай қой деген ол қалай келді дейді секілді бір түсініспеушілік туындауы мүмкін. Қазір барлығын түсіндіремін. Құрметті сабаққа қатысушы жан, ақша жинау барысында енді сөздің шыны керек. Біз 20 мың теңгемен 3 жыл бойы жинайтын болсақ, біздің банкімізде 720 мың теңге ақша жиналады. Мейлі үкіметтің беретін максималды премиясын қосайық, банктың беретін жылдық үстемақысы барлығын қоссақ, 1 миллион 100 ғана жиналуы мүмкін. Енді 3 жылдан кейін 1 миллион теңгемен баспаналы болу өте қиын. Менің айтарым, ақша жинама деген сөз, мұна тұрған 10-15 мың теңге, 20 мың теңгелеріңізді ұлан ақша жинамады деп, ертең барып өзіңіздің бір кафеге барып тамақ ішіп саудың қажеті жоқ. Өзіңізге барып банк бір дүкеннен ұнаған затыңызды сатып ала салудың қажеті жоқ. Бұл жерде ақша жинама дейтін мағына, бұл 10-20 мың теңгені жинағаннан қарағанда, мен оны сіздің өзіңізге инвестиция жасауға кеңес беремін. Қараңыздар. Мысалы үшін қазір таңда өте көптеген онлайн курстар бар. Бір курстар сауданы үйретеді, бір курстар SMM-ді үйретеді, бір курстар тәтті бәліш пісіруді үйретеді, бір курстар қолға маникюр жасауды үйретеді, бір курстар жақсы сурет салу. Яғни курстардың түрі өте көп. Қазіргі заманда әлеуметтік желі дамып тұрған заман. Сондықтан айына 15-20 мың теңге дейін қаражатты
жинап отырған мүмкіндік бар болса, оданша ол ақшаны алып өзіңізге инвестиция жасаңыз. Инвестиция жасап өзіңізге қажетті курс оқып алыңыз. Қазіргі таңда адам әрекет ету керек. Ешкім сізге алып келіп, ойбай ұлан, сенің үйің жоқ екен, сенің көлігің жоқ екен, сен жазда ана балаңа той жасағалы жатыр екенсің ғой деп ешкім сізге келіп 1 миллион, 2 миллион теңге бермейді. Қазіргі заман мүлде басқа. Тіпті елімізде үкімет тарапынан берілетін тегін баспана да жоқ қазір. Соны біле жүріңіздер. Сондықтан 20 мың теңге дейін ақшаңыз бар ма, инвестиция жасаңыз. Білім алыңыз, курс алыңыз. Сіз мына 20 мың теңгені өзіңізге инвестиция жасау арқылы айына 200 мың теңге табыс табатын мүмкіндігіңіз пайда болады. 2 миллион теңге табатын мүмкіндігіңіз пайда болады, барлық өзіңіздің қолыңызда. Қазір неше түрлі онлайн маркетплейстер бар. Тіпті мына дәл біздің көршіміз жатқан Қытайдан бір сайттардан тауар алып, заказ беріп, оны сатсаңыз да болады. Тіпті соны қалай, қай сайтқа кіріп, қалай нені басамыз, ол қалай бізге келеді, қанша шығын шығады, соның барлығын үйрететін курстар толып тұр. Сондықтан 10 мың, 20 мың теңге жинаудың орнына оны өзіңізге инвестиция жасаңыз да, ақшаңызды одан ары көбірек табуды үйреніңіздер. Соны айтқым келеді. Қайталап айтам, инвестиция дейтін сөз ол қарынды тойғызу емес. Ол өзіңізге қажет товарды алу емес, ол өзіңізге біліміңізді толықтыру. Себебі қазір білімділер озатын заман. Қазір білімділердің жасайтын заманы. Сондықтан біліміңізді арттырыңыз, әрекет етіңіз. Бұл сабақты қарап отырған ер адамдар болса, сіздерге ерекше айтамын. Ер адамның әрбір қимылы ол үйіне алып келіп отырған береке. Мына 20 мың теңге ғана жинауды жоспарлайсыз ба? Сіз оданша сол кешкі уақытта мына 20 мың теңгені жинағаннан қарағанда, қазір таңда көптеген қалаларда машинаны арендаға беретін өте көп сервистер бар. 5 мың теңге сіз машинаңызды арендаға алып, сіз күніне 5 мың теңгеге машинды жалдау арқылы 15-20 мың теңге табуыңыз мүмкін. Ол бірақ күнде ғана. Бастысы 8 сағаттық жұмысты бітіріп, үйге келіп ап, төбеге қарап, менің аузымды ашып, біреу маған 1 миллион бере салса ғой деп жата берсеңіз, ол сіздің жетуіңіз тиісті мақсаттарды басқа адам жететін болады. Сондықтан үйде жатпай әрекет ету керек. Әрекетке берекет, ол үнемі айтып жүрген ұраным. Әрекет етсеңіздер міндетті түрде нәтиже болады. Сондықтан осыны біле жүріңіздер, иә? Және де ең соңғы айтқым келеді, ақша жинау барысында біз тіпті ипотеканы тиімді қолдана аламыз. Яғни сіздің ағымдағы ипотекаңыз бар болса, ақша жинаудатып, соған байланысты реттеуге болады. Қазір түсіндіре кетейін. Мысал үшін ұланның дәл қазір жылдық үстемақысы 5%-бен беріліп жатқан ипотекасы бар. Бұл енді мысал ретінде айта кетейік. Менің жылдық үстемақысы 5%-бен алынған ипотекам бар болсын делік. Менің қолымда 1 миллион теңге, 2 миллион теңге пайда болған кезде, мен ол енді бұл жақта қарапайым қаржылық сауаттылық қой. Мен барамда көпшілік сабаққа қатысып отырған жандардың өзі де сол 1 миллион, 2 миллионды алып, отбасы банк болсын, екінші деңгейлі басқа банк болсын, ағымдағы несиесін, ипотекасын жабуға тырысады. Осы ретте менің айтатыным, егер де сіздің алып отырған ипотекаңыздың жылдық үстемақысы 10%-дан төмен болатын болса, ол ипотеканы мерзімінен бұрын жабуға кеңес бермеймін. Яғни сіздің ипотекаңыз жылдық үстемақысы 10%-дан төмен болатын болса, осында ипотеканы мерзімінен бұрын жабуға кеңес бермеймін. Қайталап айтамын. Еліміздегі инфляция деңгейі, инфляция коридоры дәл қазір 16%-ның айналасында жүр. Ол дейтін сөз, сіздің жыл сайын тауып отырған ақшаңыз 16%-ға құнсызданады. Енді жалпақ түрде айтатын болсам. Енді қараңыз, сіздің ипотекаңыз, мысал үшін мен 5%-ның ипотека төлеп отырмын, ал еліміздегі инфляция деңгейі 16%. Мен өзімнің артылған қаражатымды мына ипотеканы жылдамырақ жауып тастаудың орнына ақша ретінде жинап, оданша оны арттырған дұрысырақ. Мысал үшін менің қолымда 1 миллион теңге бар делік. Енді бұл сабаққа қатысып отырған ипотекасы бар жандарға өте жақсы кеңес. Сіздің ипотекаңыз енді 7-20-25 алынған 7% ипотекаңыз бар болсын. Қараңыз, сіз алып мына 1 миллион теңгеңізді 7% ипотекаңыз жабатын болсаңыз, сіз енді особо қатты ұтпайсыз. Ал сіз сол 1 миллион теңгені екінші деңгейлі банктың депозитіне салып тастасаңыз, ол жақта шамамен жылдық үстемақысы 12%. Енді қараңыздар. Сіз 7% несиені жапқан дұрыс па? Жоқ әлде 1 миллион теңгеңізбен 12% депозитке салып тастаған дұрыс па? Мына екен қазір бір-бірінен азайтатын болсақ, сіз депозитке салып тастасаңыз, жылына 5% плюста боласыз.
Сондықтан ағымдағы ипотекаңыздың жылдық үстемақысы төмен болатын болса, мына екінші деңгейлі банктер ұсынған депозиттің жылдық үстемақысынан, онда ол ипотеканы мерзімінен бұрын тезірек жабуға кеңес бермеймін. Соны құрметті сабаққа қатысушы жан біле жүріңіздер. Бұның барлығы пайыздан шығады. Бұның барлығы біздің қаржылық сауаттылығымыздың деңгейіне байланысты. Сондықтан міндетті түрде мен айтқан ақпараттың барлығын қолданыңыздар. Құрметті сабаққа қатысушы оқырман, қайталап айтамын, айтудан жалықпаймын. Банк ол үнемі сіздің сізге ақша қарызға беретін болса, өзінің қажеттілігін міндетті түрде алады. Сіз маркер берсеңіз, қосымша бір маркер бересіз ба, телефон бересіз ба, маңызды емес, ол міндетті түрде өзінікін алады. Біз банкты ұта алмаймыз, бірақ біз банктегі қарызымызды, пайызымызды қалай есептеледі, соның барлығын білуіміз тиісті. Банкке барған кезде міндетті түрде бір нәрсе біліп барыңыз. Пайыздың не екенін біліңіз. Бағана мен көрсеткен 6 ақша жинау дұрыс па, қай жаққа ақша жинаған дұрыс, қай уақытта ақша жинамай қойған дұрыс дейтін 6 дайын тұрған кейсті пайдаланыңыздар. Себебі теңге тиыннан құралады. 1000 қадамдық жол бір қадамнан басталады, соны естеріңізде болсын. Сіздің ақшаңыз сізге жұмыс істеуі тиісті. Сондықтан ақшаларыңызды үйде сақтамай, бағана кредит сайтындағы рұқсаттамасы бар екінші деңгейлі кез келген банктың депозитіне салып қойыңыз. Ақшаңыз сол кезде сізге жұмыс істейтін болады. Бүгінге осы, алдағы сабақтарда баспанаға қатысты нақты қандай ипотекалық бағдарламалар бар, соның барлығын толықтай айтатын